Ал енді мынау түбі түркі, түлігі жылқы, атасы алаш, керегесі ағаш, алтынасықтай ұлдар билеген, күмісқасықтай қыздар билеген, қошадай құрметті аталар, құрмадай қадірлі аналар. Топырақтай асыл ағалар, жапырақтай жасыл жеңгелер, жаңғақтай қатты інілер, шәрбаттай тәтті қарындастар. 90 сөздің тобықтай тиыны, көктегінің құлы болған, көкбөрінің ұлы болған Кауки елді мекенінің ағайындары. Армысыздар, ассалаумағалейкум. Үнсіз қалғаным жарамас менің енді, той-думанды көргенде елімдегі, тарихта қалатындай ас болыпты болмаған қазағымның жеріндегі, алтағанат Ақорда Ақтаудан дәстүрлі тағамдардың берілгені, диірменмен көбі келі қатар тұрып, дастарханда табиғи өнімдері, ақжаулықты аналар үлгі берген, инабатты ибалы келіндері, қаржекең мен қалекең мың жасасын, шапан киіп жайғасқан төріндегі, ән салып биші қыздар билеген күн нұрындай жарқырап көңілдері, әз наурыздай көріндер қарағанда жылына бір болатын өңірдегі, сағынып сырттан келген жерлестерді керемет тамашаға бөлегені, еріксіз жүрегімді елжіретер елімнің ең биіктен көрінгені, Кауки күні түсірген бейнет асфат таң қалдырмай қоймайды көрерменді. Кауки елі мәңгі жасасын.